Атышулы Титан батискафы 2009 жылы өз жұмысын бастаған Ocean Gate компаниясының туындысы. Ол бірден тереңдіктегі теңіз экскурсияларын ұйымдастыруға бағытталды. Осы мақсаттар үшін 1970 жылдары антипод құрылғыларының негізінде олар өздерінің жасалған суасты қайықтарының үлгілерін шығарған. Ал алғашқы прототипі оның 2015 жылы пайда болды. Бәріңе сәлем достар, сендермен тағы да Қара Саунд ТВ арнасы. Бүгінгі бөлімде Титаник кемесінің соңынан жүзіп, батып кеткен Титан батискафы Ocean Gate суасты қайғының қайғылы оқиғасы жайлы баяндаймыз. Құрылғы атышулы лайнердің қираған жеріне 2 рет экспедиция жасап, 2023 жылдың маусымында оның өзі теңіз түбіне батып кетті. Титан деп аталатын екінші батискафты өндірушілер 2021 жылдың жазының басында іске қосты. Ол ешқандай сынақтан, тексеруден өтпеген болатын. Құрылғы новаторлық, яғни жаңаша тереңдіктегі теңіз құрылғысы ретінде ұсынылған. Оның көмегімен қызығушылық танытқандар атаңызға айналған Титаник алып лайнерінің қалдықтарын өз көздерімен көруге мүмкіндік алды. Оған қоса компания туристерге бір қатар орындар ұсынды. Сол жылы 1912 жылы суға батқан лайнердің қалдықтарына алғашқы жүзулер басталды. Экспедиция таза ғылыми сипатта болғандықтан, оның бортында тек туристерсіз, зерттеушілер ғана болды. Теңіз тұңғиығындағы Титаник алып лайнеріне жүзіп жету сәтті өтті. Соның барысында теңіз тереңіндегі бірегей кадрларды түсіру мүмкін болды. Батискафтың алғашқы сапары 2022 жылы жасалып, коммерциялық сипатта көрініс тапты. Кеме тіпті ешқандай қираусыз аман-есен оралған. 2023 жылға қарай Ocean Gate жолаушылар лайнеріне 13 экскурсия жоспарлады. Титан батискафы цилиндр пішіндес тереңдіктегі теңіз көлігі. Оның бортында видеодан көріп тұрғандай компанияның атауы жазылған. Құрылғының өлшемдері, яғни ұзындығы 6,7 метр, ені 2,8 метр, биіктігі 2,5 метр. Батискафтың салмағы 685 килограммға дейін жүк көтеруге арналған. Бұл ретте су түбінде оның жылдамдығы 5,5 км/сағатты көрсетеді. Бортта навигация болмағандықтан, оны қосалқы кеме басқарды. Титанды толыққанды суасты қайғы деп атауға келмейді. Мұндай қорытынды бақылау құрылғысын тексеруден шығады. Ол үшін сымсыз бақылау құрылғысы берілген. Басқаша айтқанда, батискафқа арнайы жасалған бейне ойын құрылғысы, яғни джойстигі болған. Суасты қайғының корпусына бекітілген ауыр жүктердің көмегімен ол су астында жүзіп жүрген. Штаттық жағдайлар барысында экипаж жоғары көтерілу үшін балласты тастау керек еді. Суасты қайғының терезелері болмаған. Алдыңғы жағындағы шыны диаметрі 50 см. Жалғыз иллюминаторды қоспағанда шыны бірнеше километрге астам су астында жүзуге жарамсыз. Суасты қайғының корпусын титан мен көміртек талшығынан жасаған. Әзірлеушілердің есептеулері бойынша бұл материалдар 3,8 км тереңдікте қауіпсіз жүзу кезінде экстремалды қысымның жоғарылауынан қамтамасыз етуі керек, ал ең жоғарғы максималдық шегі 4 км. Қабырғасының қалыңдығы 12,7 см-ге жеткен. Жолаушылар Титанның ішкі кеңістігін минивэн автокөлігінің орындықсыз салонымен салыстырады. Кеңістік туристік аппараттың 5 адамды, оның ішінде капитанды орналастыруға арналған. Ал адамдар корпустың дөңгеленген қабырғаларына арқаларын сүйеп, еденге тікелей отыруға мәжбүр болды. Ауамен тыныс алу 96 сағатқа созылды, ал жолаушылар өздерімен бірге су мен тамақ алуға құқығы болмады.
суасты қайығының қондырғысында тар санитарлық аймақ бар, бірақ адамдарға оны пайдалану қажеттілігін азайту үшін теңізге жүзуге бірнеше күн бұрын рационды азайтуға кеңес берілді. Алғашқы сапарлар барысында жолаушылар люкті жабу жүйесіне қатты алаңдаушылық білдірді. Құрылғы стандартты суасты қайықтарынан бір ерекшелігі оны ішінен ашу мүмкін емес. Сырттай қарағанда да сырттан көмек болмаса адамдар сыртқа шықпас еді. Ал люкті жабу кезінде сыртынан болттармен бұрап тастайды. Экскурсияның бұрынғы жолаушылары физикалық және психикалық ауыр қиындықтарға толы шытырман оқиға ретінде сипаттады. Олар күйзелістен бөлек аштық пен шөлге, суыққа шыдауға мәжбүр болды. Люкті қатайтқаннан кейін кабинаның іші тез ысып, кейін жүзу кезінде оның іші салқындап кетіп отырған. Температураның жоғарылауы жағдайында адамдар суасты қайығында аяқ киімсіз отыруға мәжбүр болды. Ал жүзу кезінде жолаушылар отыру кезінде аяқ киімдерін шешіп тастау керек. Жолаушыларға ішінде берілген жылыту жүйесі де көмектеспеді. Титан конструкциясының тағы бір кемшілігі сыртқы әлеммен қалыпты байланысты орната алмауы. Кемемен байланыс тек қабылдаушының мәтіндік форматында ғана орнатылған. Бұл ретте хабарламаны жіберу жылдамдығы өте баяу, әрі жиі технологиялық ақаулар болып тұрған. Титаник киношедеврін түсіру үшін пайдаланылған ресейлік мир құрылғыларынан айырмашылығы америкалық батискафтың жасалып барлық белгілі суасты заңдары мен ережелерін өрескел бұзуымен пайдалануға берілді. Жер шарындағы ең бай адамдардың кейбірі атақты Титаник алып лайнерін зерттегісі келіп, өз еркімен теңіздің үлкен тереңдігіне аттанды. Команда Американың 1,5 километрдегі Кейп-Код жартаралынан шығысқа қарай Ньюфаундлендтен 700 километр қашықтықта жүзуді бастады. Құрылғыны жүзу аймағына Канадаға тиесілі Polar Prince кемесі жеткізген. Болжамалы жол жүру уақыты 8 сағатты құрады. Бұл жағдайда бөлінген уақыттың біраз бөлігі түсірілу және одан кейінгі көтерілуге жұмсалатын еді. Суасты қайығында барлығы 5 адам болды. Капитан болып тәжірибелі сүңгуір қайықшы, отставкадағы әскери қызметкер Пол-Анри Наржоле бекітілді. Жолаушылар арасында Стоктон Раш та кездесті. Ол өзі Ocean Gate компаниясының негізін қалаған. Олармен бірге кемеге Пәкістанның тумасы британдық бизнесмен Шахзада Давуд пен оның ұлы Сүлеймен де болды. Соңында экскурсияның соңғы қатысушысы атақты миллиардер, экстремалды туризмді ұнататын Хамиш Хардинг болды. Ол ғарышқа ұшып, тіпті Мариан шұңғымасының түбіне сүңгуімен танымал болған адам. Атлант мұхитының су түбіне жүзіп барған жолаушылардың әрқайсысы $250,000 қаржы құйған. Сонымен қатар олар туристер білетін құжаттармен танысып, суасты қайығы сынамалы әр экспедиция күтпеген жағдаймен аяқталуы мүмкін екендігіне қарамастан құжаттарға қол қойған. Су түбіне жүзіп кеткен құрылғы 105 минуттан кейін су бетіндегі кемемен арадағы байланысты үзді. Бұл ақпаратты ақш жағалау күзеті хабарлады. Мамандардың есептеулері бойынша осы уақыт ішінде Титан батискафы 2 немесе 3 шақырымға дейін жүзіп кеткен. Титан батискафын құтқару, іздестіру жұмыстары бойынша іс-шаралар 25,9 мың километр квадрат аумақта басталды. Ол жоғалып кеткен мұхит аймағы ақшқа тиесілі, сондықтан операцияны осы елдің жағалау күзеті басқарды. Із-түссіз жоғалып кеткен суасты қайығын канадалықтарда іздестіруге арналған құрал жабдықтарымен жабдықталған арнайы ұшақтарын жіберіп, осы процеске қосылды. Іздестірудің тағы бір қатысушысы Франция. Ол океанографиялық кемесін ұсынды. Оның ішінде роботпен басқарылатын құрылғысы бар. Ол 4 километрден астам тереңдікте жұмыс істеп, жоғары маневрлілігі әрі нақты уақыт тәртібінде су астынан суреттерді тарату мүмкіндігімен ерекшеленді. Манипулятордың көмегімен жолда кедергі болған нысандарды жойып, осылайша Титанды кедергілерден босатады деп үміттенді зерттеушілер.
Ұлыбритания тарапынан іздестіру жұмыстарына алыс қашықтықтан басқарылатын тереңдіктегі теңіз көлігі келді. Операцияға бір қатар ұшқышсыз сүңгуір қайықтар қатысқанымен, іздестіру жұмыстары күрделі қиындықтарға тап болды. Өйткені бұл құрылғылар герметикалық кабельдер арқылы жер бетінен басқарылатын. Ал із-түзсіз жоғалған батискафқа жету үшін олардың ұзындығы 6 километр болуы керек. Бұл ретте дер кезінде жеткен құбыршада небәрі 3 километрлік қана кабельдер болған. Сарапшылар Титанның ауа қоры таусылды деп айта бастағанда барлығы айқын еді. Олардың құтқарылуына тек ғажайып қана көмектеседі деп үміттенген сарапшылар. Кейбір зерттеушілер батискафтағы жолаушылардың өмірін ұзартуға әлі аз ғана мүмкіндік бар дейді. Ол үшін олар үнсіздікті сақтауы керек. Сонымен қатар тыныс алудың қарқындылығын үнемдеу қалған оттегіні сақтауға көмектеседі. Мәселе мынада, егер мұндай ұсыныстар дер кезінде жұмыс істесе ғана көмектеседі. 22 маусымда ұшқышсыз суасты құрылғыларының көмегімен олар Титанның қалдықтарын тапты. Көп ұзамай іздестірушілер батискафтың жаңа фрагментіне кез болды. Табылған заттарды талдау негізінде сарапшылар көңіл көншітпейтін қорытынды шығарды. Экипаж мүшелері түгел дерлік қайтыс болды. Іздестіру жұмыстары кезінде бүкіл әлем бойынша жаңалықтар қызметтері мұқият қарап, жақсылыққа үміттенді. Осылайша, миллиардерлер Титаникті көру үшін өз еркімен тәуекелге барып, ақыр соңы Титаник Алп лайнері жолаушыларының тағдырын қайталады. Титан батискафы экспедиция басталмас бұрын көптеген танымал адамдарды да шақырған. Соның ішінде әлемге әйгілі футболшы Криштиану Роналду да болған деген қауесет бар. Манчестер Юнайтед клубынан кеткен Роналду экспедицияға келісуі де мүмкін еді, себебі маусым айының ортасында Европа футбол демалысқа кеткен болатын. Алайда, аяқ астынан Сауд Арабиялық Аль-Насырға ауысқан Роналду бұл сапардан бас тартқан. Себебі ол кезде Сауд Арабия лигасы қызып жатқан кез. Жаттығудан жалықпайтын Роналдуды осы трансфер аман алып қалды деген қауесет бар. Рас өтірігін Роналду ғана біледі. Сендермен болған Қарасаунд ТV арнасы келесі бөлімде кездескенше қош, сау болыңыздар.